Гүлдесте түрлі түсті оюлардан өрілетін секілді қоғамдық сана күрделі мифтерден тоқылады. Кино жаңа мифтер түзіп, бұрыннан барын бекітуге атсалыспақ. Мәселен, әр адам романтикалық махаббатқа лайық деген тәмсіл романтикалық комедия арқылы, отан үшін отқа түс деген ұран соғыс драмалар арқылы, ал ер шекспей, бекіспейді деген ой қылмыстық драмалар арқылы жеткізіледі. Киноскопқа қош келдіңіздер. Бүгін біз кинодағы жанрлардың маңызы туралы айтамыз. Жанрлар уақытпен, қоғаммен бірге дамып отырады. Тақырыптары мен айтар ойы да біртіндеп өзгереді. Кеңес киносы көпшілік үшін өзіңді құрбан қылуға үндеді. Соцреализмнің идеал фильмі Чапаев адам қоғам үшін деген метанарративті алға тартқан еді. Арада 50 жыл өтіп, кеңес қоғамның ертегілерінен әбден жалыққанда, қазақ жаңа толқыны жүйеге жоқ дей алды. Виктор Цойдың өзгеріс керек деп жар салуы бүкіл кеңес халқының жанайқайы секілдеді. Голливуд киносы да солай. Вьетнам соғысы мен қырғиқабақ соғыстан шаршаған, мемлекет саясатына сенімсіздік жайлаған 70-ші жылдарда Америкада адамды жүйеге қарсы қоятын фильмдер көбейді. 90-шы жылдары Америка қоғамы жалғыз адамды құтқару, әлемді құтқарумен бірдей деген ой тастайды. Қоғам адам үшін дейді. Қай жағдайда да сол дәуір көрерменнің ішкі ойы мақұлданып, экрандағы әрекеттен қанағат тапты. Дүние хаосқа толы. Қабылдайтын ақпараттың көптігі сондай, оның бәрін қорыту мүмкін емес. Сондықтан да қоршаған ортадағы құбылыстарға атау сипат береміз, стереотиптер де солай пайда болады. Фильмдерді жанрларға жіктеу де дүниені түсінуге деген ішкі қажеттіліктен туған. Адам миы шаблондарға әуес. Экраннан таныс троптарды көру жайлылық сезімін сыйлайды. Көп жағдайда біз киноны көре отырып оқиғаның қайда бара жатқанын іштей болжаймыз. Болжамымыз орындалған сайын көңіліміз көнши бермек. Киноға ешқандай қатысы жоқ адамдар да жанр ұғымын күнделікті қолданады. Қандай кино көреміз дегенде шешімді жанрға қарап таңдайды. Сондықтан бұл көрерменнің не нәрсе көргісі келетінін, экраннан не күтетінін білу үшін өте маңызды. Бұл ұлттық деңгейде де көрінеді. Әр халықтың жиі жүгінетін жанрлар да бар. Ұлттық кино мен көрермен арасындағы байланыс сенім белгілі бір жанр арқылы орнайды. Киногер позициясынан қарасақ, жанр қайсы бір көркемдік құралдар жиынтығын ұсынады. Сөз шығындамастан біраз ақпарат жанр заңдылықтары арқылы жетіп отырады. Арасында да әр жанрдың өзінің бір заңдылықтары бар. Бұған дейінгі жасалған сәтті дүниелердің тәжірибесі негізінде бізге жеткен шорткаттар. Яғни сіз оны білу арқылы, тәжірибе арқылы жылдар бойы келу мүмкін дүниелерді бір сәтте оп-оңай қол жеткізе аласыз. Мысалы, қиялдан туған әлемдер, ғаламшарлар мен нәсілдердің болашағы үшін күрес, архетиптік жауыздар мен жазмыш таңдаған құтқарушы, галактикаларға сапар шегу ғылыми фантастика екені айдан анық. Мифология, магия мен сиқыр, киелі білім, қиялдан туған әлемдер, ізгілік үшін күресте әлсіз адамның өзінің шын потенциалын тани алуы. Мұның бәрі фэнтези жанрының еншісінде. Қазақ киносында фэнтези жанрындағы туындылардың аз болуы бізде мифологияға сұранып тұрған тақырып жоқ дегенді білдірмесе керек. Әзірге бұл техникалық, қаржылық мәселелермен түсіндіріліп жүр. Чтобы снимать Фэнтези немесе жаңа технологиялы болашақ туралы кино түсіру үшін компьютерлік графика, арнайы әсерлер дамуы керек. Мысалы, өрмекші адамды түсіру үшін 1-2 емес 50-60 суретші жұмыс істейді. Жұлдыздар соғысын түсіру үшін 150-200 адам арнайы әсермен айналысады. Қазақстанда ойын дизайны не арнайы әсерлер саласында маман дайындайтын бірде-бір оқу орны жоқ. Жекелеген студиялар бар, бірақ деңгей бюджет ойлағандай емес. Ахат Ибраевтың аңыз кітабы жаңалық болды. Одан бері 11 жыл өтті. Ізашар бар, ізбасар жоқ. Неге бәрі комедияға әуес? Арзанға түсірдің, ақша жасадың да әрі қарай кеттің. Ал фэнтезиға көп қаражат керек.
әр жанрдың астарында сол ортаға, қоғамға керек десеңіз ұлтқа тән ұмтылыстар мен беймазалықтар көрініс табады. Қазақ киносында сирек түсірілген жанр қатарында ғылыми фантастика мен хоррор бар. Ғылыми фантастика астарында ғылыми жетістік деп жүргеніміз түбімізге жетпей ме деген беймазалық жатады. Мысалы, жапондық Годзилла сутекті бомбасына аллегория болатын. Хирошимадан кейін Америкадан аяқ тарту, радиоактивті улау мен жер қойнауында ұйықтап жатқан алып құбыжықтардың оянуы бәрі де ғылыммен байланысты еді. Қоғамдағы беймазалықтардың экрандалуы ұжымдық бейсананың сауығуына ықпал етеді. Кеңес дәуірінде ғылымда, кинода мемлекеттің қолшоқпары болды. Қоғамдағы күдіктер репрессияланды. Семей полигоны сияқты мәселелер жабық, киноға жарты ғасырдай кешігіп жетті. Қыз жылаған фильмінде полигон тақырыбы ғылыми фантастика не хоррор емес, ұлттық трагедия мен жеке драма ретінде сипатталды. Екінші жағынан ғылым орыс арқылы келді деген жалған ой сіңірілді. Яғни ғылым түбінде қазақтікі емес деген стереотип қалыптасты. Ешбір жанр бір орында тұрмайды. Оның иконографиясына да, нарративіне де, яғни сыртқы сипаты мен ішкі мазмұнына да жаңа элементтер қосылумен болады. Уақыт өте келе жанрлар өзара араласып, шекарасы жоғала бастайды. Хоррор жанры киноның көрсету, баяндаудан бұрын сезінту мүмкіндігіне негізделеді. Ол таң қалдыру, жеркеніш туғызу немесе қорқыту мақсатын қояды. Құбыжықтар, зомбилер, елестер сияқты жаратылыстарға толы болуы соның әсері. Хоррор астарында ғаламда бізге беймәлім күштер бар деген тылсымға сенім бар. Қоғамдағы атмосфера жанрларға ықпал етеді. Мысалы, хоррор фильм Америкада қоғам санасында алаң көбейген шақта пайда болады. Болашаққа деген сенімге селкеу түскенде үрейлі дүниелер көбейеді. 1973 жылға «Экзорцист» сияқты фильмдер осындай көңіл күйден туған. Кеңес одағы тылсымды мойындамаған, рационалды прогресті ұрандаған жүйе болғандықтан, онда хоррор жанр ретінде дами қоймады. Тылсым туралы заманауи фильмдер Қазақстанда соңғы жылдары ғана түсірілуде. Мысал үшін алайық, хоррор жанрында мынандай конвеншн бар, мынандай шарт бар. Жауыз, қорқынышты кейіпкер көрінбеу керек. Ол неғұрлым көрінбеген сайын, оның қорқынышы, оның дақпырты үлкен болады. Мысалға, әйгілі «Челюсти» фильмінде біз акуланы мысалға 80 минутқа дейін көрмейміз. Бірақ біз одан қорқып отырамыз. Енді бізде Қазақстанда кейбір сәтсіз хоррорлар түсірілді. Олар дегеннен ақ бә деп құбыжық шыға келді да, адамдар қорқудың орнына күлді. Яғни сол бір ғана кішкентай конвеншнның, жанр заңдылығының сақталмауының себебінен кейбір дүниелер фейлға ұшырады. Хоррордың тағы бір бағыты құбыжықты өз ішіңнен іздеу, адам санасына танып білуге болмайтын тылсым ретінде қарау. Стэнли Кубриктің «Жарқырау» фильмін психологиялық триллер мен хоррор жанрының шекарасында деуге болатыны да содан.
Кино қоғамның айнасы болса, қоғаммен бірге жанрларда дамып отырады. Жанрларды араластыру қоғамдағы және өнердегі кейбір мәселелерге авторлық көзқарас болуы мүмкін. Жоғал фильмі мәңгүрттік мәселесін нәсілдік қақтығыстардан іздеді. Джордан Пил құлдық сананы ғана емес, кімдікті жоғалту, еркіндіктен айырылу деген жалпы адамзаттық мәселеге ден қойды. Сондықтан да баршаға қызықты болды. Хоррор дамуындағы маңызды мәселенің бірі жанр нышандарын түбегейлі өзгерте отырып үрей сезімін тудыра білу. Мысалы, Ари Астердің хоррорға тән қараңғылық, құбыжықтар образын жасыл жайлау, жарқыраған күн, түрлі түсті киім, идиллиялық картиналармен ауыстыруы. Дүниедегі ең қорқынышты нәрсе адам санасындағы соқыр сенім болуы мүмкін. Адамшылықтың алды махаббат, ғаделет сезім дейді Абай. Романтикалық комедия жанры адамдарға арман сатумен айналысады дейді Том Хэнкс. Яғни адамзаттың ең асыл арманының бірі махаббат жайлы. Ал бұл романтикалық комедия жанрының алаңы. Ромком жүрегі жұмсақ бой жеткендердің ғана емес, бабын тапса көптің көзайымына айналады. Мұнда дүние жарық, түстер жарқын, қолапайсыз кездесу мен езу тартқызар оқиғалар жетерлік. Екі жастың жарасымы олар еңсеретін қиындықпен сыналады. 50 алғашқы кездесу фильмінде ол амнезия. Тутсиде әйел болып киінген Майкл. Интуиция фильмінде маңдайға жазылса тағдыр өзі қосады деген сенім. Яна фильмінде қыздың дерті. Қазаққа ғашық болмауға 5 себеп фильмінде бойжеткеннің француз жігіті мен Парижге кету туралы арманы. Құдаларда қос құдағи 2 жастың анасы. Жылдар өтсе бұл жанрда түрленіп келеді. Бұрын әлсіз бойжеткендер жайлы болса, жаңа ғасырда мансапшыл әйелдер алға шыға бастады. Виктор Гюго музыка адамның сөзбен жеткізе алмайтын, бірақ үнсіз қалуға да мұрша бермейтін сезімдерін жеткізеді деген екен. Кинода музыка өте маңызды, бірақ музыка және кино өнерлерінің селбесуі мюзикл жанрында ерекше көрініс табады. Weather is frightening, the thunder and lightning seem to be having their way. But as far as I'm concerned, it's a lovely day. The turn in the weather will keep us together, so I can honestly say that as far as I'm concerned, it's a lovely day. Классикалық мюзиклдер музыка қосқан ғашықтар жайлы болатын. Цилиндр фильмінде Джерриді ұнатпайтын Дейлдің жүрегі бұл ғажап күн әнін орындағанда жібиді. Мулен Ружда сезімді жеткізуге келгенде музыкаға теңгелер өнер жоқтығының тағы бір дәлеліндей. Мұндағы музыка серенада, сөздер сонет болып төгіледі. Киноның бар құралы сезімді асқақтату үшін жұмыс істейді. Мартин Лютер саз өнері жан азабын емдейтін пайғамбарлар өнері деген екен. Қазақ экранында музыка мен кино қабыса, тіл табыса алды ма? Ну шла бы ты домой, Пенелопа. Біздің сүйікті дәрігер тақиялы періште сияқты музыкалық комедиялар саздың жымын білдірмей сюжетке қосатын. Шәкен Айманов мұнда қызықты фабула мен тартымды музыка ғана емес, қазақ мәдениетінің бар жетістігін паш етуді мақсат тұтқандай. Опера және балет театрының қойылымдары, ән мен би ғана емес, Ермек Серкебаев, Бибігүл Төлегенова сияқты жас жұлдыздарды да жарқырата білді. Солғанша гүлім күзде тоңып, ана деп ән салам. Жүрейін мейлі жүзге толып, бөбекпін мен саған. Мама, мама,
Дос Мұқасан фильмі көп жылдық үзілістен кейінгі қазақ музыкалық фильміне оралу деуге болады. Бізде мына 70-60 жылдар сондай бір жақсы алтын кезеңі болды десек болады киноның. Сондықтан әртүрлі жанрлар игерілді, соның ішінде музыкалық комедиялар. Кейін енді ол енді бір жағынан қиын жанр. Шәкен Айманов өмірден озғаннан кейін ол да көп түсірілмеді, арасында Қош бол медеу болды, мынандай жобалар. Ал 90-шы жылдар мүлдем болмады. Неге? Өйткені 90-шы жылдар шынымен өте қиын кезең. Ал енді біз ол кезеңнен өтіп, енді мына қазіргі мүмкін жаңа кезең бастау болғандықтан Дос Мұқасан сияқты осындай мюзиклдар шығып жатыр. Мысалы, драма түсірген кезде түсірілім алаңында тек қана актердің өзінің сценарийға байланысты эмоциямен сөздерін түсіретін болсақ, музыкалық сахнаны түсіру үшін бірінші планға ән шығады, әуен шығады, әуез шығады. Сондықтан әртіс сол әуеннің артынан болмаса, музыканың артынан жүруге тиісті болады. Сондықтан өте шебер әртіс керек музыкалық жанрдағы түсу үшін. Өйткені ән айта отырып ойнау, болмаса жаңағы билей отырып жылау, болмаса жаңағы драматургияның сол кезеңіне байланысты бір эмоция шығару, оның барлығын әнмен, бимен ұштастыру, ол үлкен шеберлік. Камераның бұрылғанына дейін ол музыкалық тактыларға бөлетін болсаң, ол өте әдемі, жаңа көрерменге әсерлі болады. Қылмыстық фильмдер неге көп қаралады? Қылмыс пен жаза адамның жүгенсіз табиғаты мен оны тәртіпке бағындыратын қоғам арасындағы тартыс. Мемлекет, заң, полицияға сенім дағдарысы да осы жанрда көрініс табады. Америкалық гангстер фильм 20-шы жылдары қылмыс өршігенде көптеп түсіріле бастады. Бұл заң мен полицияға сенім қалмаған дәуір еді. Кей сыншылардың пікірінше, оның астарында америкалық арманға жеткіш, бақытты адам туралы мифке қарсылық бар. Дағдарыс дәуірінде трагикалық сезім күшейе түсті. Қылмыстық жанр сол сезімге орын берді. Қазақ топырағындағы мұның көрінісі 90-шы жылдардағы рекетерлер дәуірі. Алайда қазақ гангстері туралы фильм 15 жылда кешігіп барып түсірілді. Ақан Сатаевтың «Рекетер» фильмі Ресейдің «Бригада», «Бумер» сияқты туындыларының ізімен батылдығы мен қатыгездігі де ол үшін алатын жазасы да тең жаңа дәуір антигеройын дүниеге әкелді. Қазақтың қылмыстық фильмдерінің бір ерекшелігі олардың моральдық қуаты жоғары. Онда қылмыс рухани құлдырауға әкелетін жол екені анық. Ақан Сатаевтың «Рекетер» фильмінде мысалы түрмеде отырып дінге бет бұрып, жазасын өтеп шыққан соң қылмыстық әлемнен алыстайтын кейіпкер бар. Бейіт басындағы диалог көрінісінде ислам Саянның бойында бар рухани құлдырауды еңсерудің бір жолы ретінде көрсетіледі. Оның «Ликвидатор» фильмі бұл тұрғыда тіпті күштірек деуге болады. Бауырың кісі қолынан қаза тапса, кек қайтаруға құқың бар ма? Бұл Құдайдың қолындағы мәселе емес пе деген мәселе көтереді. Со мной один старик сидел. Вот он многому меня научил. Научил терпеть, когда плохо, и относиться ко всему так, как оно есть, с довольством. Ережелерді суреткер ретінде бұзу үшін оларды алдымен кәсіби маман ретінде меңгеріп алу шарт дейді Пикассо. Кинода жанрлар мен субжанрлардың ережелерін қатаң ұстанатын режиссерлер бар. Олар коммерциялық табысқа жеткенімен суреткерлер қатарында сирек аталады. Ал жанр ережелерін еркін бұзып, басқа фильмдермен диалогта болатын режиссерлер суреткерден дейіне көтеріледі. Әділхан Ержановтың кей жұмыстарында вестерн жанрының иконографиясы орын алады. Бірақ ол мүлде бөлек идеяларды алға тартады. Атыс шабысты, төбелесті түсіріп тұрып, маскулиндіктің орынсыздығын айғақтайды. Паразит фильміне берілген ең үлкен бағаның бірі бұл Бong Joon-ho жанрындағы фильм деді. Яғни Паразит фильмін сіз драмаға да, немесе комедияға да,
триллерге де, тіпті мистикалық бір жанрға да жатқыза аласыз. Яғни режиссер осы жанрлар арасындағы ауысымдарды еркін меңгерген. Сондықтан бұл кез келген фильммейкердің алдындағы бір челлендж деп айтуға болады. Ал Ақан Сатаев сияқты режиссерлер бұқара таңдауын жоғары қояды. Олардың фильмдері әдетте жанрлық кино шеңберінен шыққысы келмейді. Мысалы, анаға апарар жол негізінен соғыс жанрының дәстүрлерін қайталайды. Басқа фильмдермен диалог құруға талпыныс жетіспей жатады. Фильмдегі осы көрініс мысалы, Стивен Спилбергтің Қатардағы жауынгер Райанды құтқару фильміндегі мына сахнасына қатты ұқсайды. Жағажайдағы жанталас Спилберг ұсынған нанымды рәуіште өрілген. Ал фильмдегі Үміт пен Ильястың қоштасу сахнасы Григорий Чухрайдың Солдат туралы баллада драмасындағы қоштасу сахнасынан айнымайды. Картинадағы негізгі желі анасы мен Ильястың өзара ұмтылысы және финалдағы жол үстінде қауышуы тағы да Солдат туралы баллада фильміндегі сол бас кейіпкер мен ананың финалдағы қауышуын еске салады. Ирония или эксперимент. Жанр дәстүрлеріне ирония не эксперимент. Ол постмодернизм мен метамодернизм. Яғни бұл кинодағы жаңа кезең. Біз оған әлі жетпедік. Жанрларға ирониямен қарау, не оларға мән бермей әрі қарай жүру үшін ол жанрларды игеру керек. Біз комедияны игердік. Экшн, хоррор, фэнтези немесе тіпті мелодраманы толық игермедік. Сондықтан бізде эксперимент жасайтындар аз. Мысалы, Талғат Жаныбековтың Джокерін айтуға болады. Фархат Шәріпов Махаббат сарбазы мюзиклын түсіріп жатыр. Эмир Байғазин өзінше эксперимент жасайды. Постмодернизм кезеңі жанрлардың бәрі игерілгенде ғана келеді. Кино көргіміз келеді дегенде жанр көргіміз келеді. Комедия, романс, шытырман, хоррор, тағы басқа. Ал жанр ішінде іш пыстыратын қайталау емес, формалық, жаңалық, идеялық ізденіс күтеміз. Киногерлеріміз сол өдеден шыға білсе болғаны. Көрермен түзелді, қазақ киносы сен де түзел. Келесі киноскопта кездескенше.